Шымкент қаласы Нұртас мөлтек ауданында Абат Плюс компаниясы бірнеше жеке үйге арналған жер телімдерін сатып алып, көп қабатты үй құрылысын бастаған болатын. Көріп отырғандарыңыздай котлован қазылып қойған. Қазіргі таңда жер учаскесі қоршалып, тереңдігі шамамен 10 метрдей. Бұл жерге үкімет тарапынан жеке үйге арнап бүкіл инфраструктурасын жасаған, асфальттан бастап канализацияға дейін. Көршілер болып ұжымдық арыз түсірдік бүкіл инстанцияға, қала әкімдігінен бастап ГАСКіге дейін прокуратурасы бар. Барлық инстанциядан жауап келді. Абат Плюс компаниясында ешқандай рұқсат қағаздары жоқ, жер мақсаты ауыспаған. Алайда бұл компания жер учаскесін қоршап, жартылай қоршап, құрылысты бастап кеткен болатын. Қазіргі таңда құрылыс тоқтап тұр. Көріп отқандарыңыздай. Айта кететін жайт, құрылыс жартылай ғана қоршалған. Міне. Мынау бізде жайлы мектеп 2000 балаға арналған. Именно осы мектеп жақтан құрылыс алаңы қоршалмаған. Бала түсіп кетуге қаупі өте жоғары. Мына топырақтың үстінде қыстың күні қар жауған кезде балдар сырғанап ойнады. Бала түсіп кетпеуіне кім кепіл мына жерде? Балдар төбесінде жүріп ойнап отыр. Айқайлап ұрсын, құласаңдар. Оңмай қаласына қазылған. Одан кейін ГАСК сотқа жолдайды бұл жерде. Сот шешім шығарады, түсініксіз шешім шығарады. Ол туралы бізде қаулының көшірмесі бар. Мен сіздерге қазір жіберем толықтай құжатты. Қазір құрылыстың сыртынан түсіріп отырмын. Көріп отырғандарыңызда ешқандай белгі жоқ, паспорт жоқ, құрылыс алаңы. Жеке үйлер бізге қарама-қарсы осылай салып отыр. Айта кететін жайт тағы да. Бұл жер о баста жеке үйге арнап берілген жерлер болатын. Алайда Абат Плюс компаниясы бұл жердің бәрін біріктіріп, көп қабатты үй құрылысын бастап кетті. Сот шешім шығарып берді, ұйғарымды берді, қаулы берді. Бірақ ол қаулы бар болғаны 98 000 теңге штраф салды. Ары қарай ешқандай шара қолдану туралы жазылмаған ол жерде. Қалпына келтіру тағы басқа. Көріп отқандарыңыздай, бұл жерде барлығы жеке үйлер. Про акима Шымкента Габита Сыздыкбекова чаще приходится читать хорошее, чем наоборот. И я надеюсь, что ему будет несложно решить вопрос с неуемным застройщиком. Тем более, что речь идет о безопасности детей.